Сәлем бәріне, бүгін 7-ші сынып алгебра есептерін шығаратын боламыз. Бастамас бұрын мені қолдау ретінде лайк басып, тіркеліп, және де достарыңмен бөлісіп қойыңдар. Ең бірінші есеп 33-те 8-ші есеп. Бұл жерде теңдеуді шешіңдер деген. Теңдеуді шешу үшін бізге екі жақшаларды ашу керек. Бірінші жақшанда бізде мынау екі өрнектің айырымының кубтары берілген. Ал мынау жақшада біз x квадратты x-ке көбейту арқылы x квадратты 3-ке көбейту арқылы аламыз. Ал енді бастайық. X куб қосылған 3 көбейтілген x квадрат көбейтілген 1 қосылған 3 көбейтілген x көбейтілген 1 квадрат қосылған 1-дің кубы. Яғни біз мынау формулаға салып жатырмыз. Түсінбей жатсаңыздар, қарап түсіне аласыңдар деп ойлаймын. Минус 4x-тен 5 қосылған x квадратты x-ке көбейткен кезде x куб қосылған 3-ті 2x квадратқа көбейткен кезде 3x квадрат шығады. Енді x куб қосылған 3x квадрат қосылған 3x 1-дің квадраты бәрібір де 1, сондықтан оны жазбай қоям. Ал плюс 1-дің кубын оны жазамын. 1 минус 4x-тен 5 қосылған x куб қосылған 3x квадрат. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар бізде x куб пен x куб, 3x квадрат пен 3x квадрат. Енді қалған сандарды қосып азайтайық. 3x минус 4x тен 5 болады мұнда, минус 1 болады. Яғни плюс 1 мына керісінше келесі бөлікке өткен кезде минус 1 болып барады. Енді минус 1x болады, тен мұнда 4x тен минус 4-ге. Келесі мұнда да дәл солай формулаға саламыз. 1-дің кубы минус 3 көбейтілген 1 квадрат көбейтілген y қосылған 3 көбейтілген 1 көбейтілген y-дің кубы. Міне y-дің бұның кубын жазу керек. Y-дің кубы плюс 8y тен 7 қосылған, мұнда y квадраты 3-ке көбейткен кезде 3y квадрат минус болады, плюс пен минус y-дің кубы болады. Енді 1 минус 3y қосылған, мұнда 3y квадрат минус y куб қосылған 8y тен 7 плюс 3y квадрат минус y куб. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар 3y квадрат плюс 3y квадрат минус 3y куб. Енді қалғандарын қосып азайтайық. Минус 3y мұнда плюс 8 тен мұнда 7-ні жазамыз. Минус деп барады мына жаққа 1. Енді мұнда бізде 5y тен мына жерде 6y-дің мәні шығады 6 бөлінген 5-ке. Келесі дәл солайдан осы формулаға саламыз. x-дің кубын жазамыз. Міне x-дің кубы қосылған 3 көбейтілген x-дің квадраты және де 1 көбейтілген 1 қосылған 3 көбейтілген x көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 1-дің кубы. Келесі енді плюс қайтардан жақшаны ашамыз. x-дің кубы, не x-дің кубы минус 3-ті көбейтеміз. x-дің квадраты 1 плюс болады 3 көбейтілген x көбейтілген 1-дің квадраты минус 1-дің кубы минус 2x куб тен 12. Енді x куб қосылған, мұнда бізде 3x квадрат болады. Қосылған 3x болады, жай плюс 1 болады. Плюс x куб x квадрат болады.
x куб болады, минус мұнда 3x квадрат болады, плюс 3x болады, минус 1 болады. Минус 2x куб тен 12. Енді қысқаратын сандарды қарайық. 3x квадрат және де минус 3x квадрат болады. Сосын 1, мына жерде минус 1 болады қысқаратын сандар. Енді қалғандары x куб қосылған, мына жерде x куб жазамыз. Минус жазамыз 2x куб қосылған 3x қосылған 3x тен 12. Енді x куб қосылған x куб шығады 2x куб минус 2x куб қасында плюс мында. Енді мына жерде бізде қысқаратын сандар ол мына екеуі, қалған сандар бізде 3x қосылған 3x, олар бізде шығады 6x тен 12. x тен бізде 2-ге. Келесі мына жерде солай 1-дің кубы қосылған 3 көбейтілген 1-дің квадраты көбейтілген y қосылған 3 көбейтілген 1 көбейтілген y-дің квадраты қосылған y-дің кубы қосылған, мына жерде жақшаға ала салайын мынаны. Енді 1-дің кубы минус 3 көбейтілген 1-дің квадраты көбейтілген y плюс 3 көбейтілген 1 көбейтілген y-дің квадраты минус y-дің минус 6y квадрат сен 3y минус 1 деп жазамыз. Енді 1 қосылған мұнда 3y қосылған 3-дің 3y квадрат қосылған мұнда 1 плюс пен минус қайнап кетеді. 3y плюс пен плюс болады. Мұнда 3y квадрат плюс пен минус шығады y куб. 6y квадрат тен 3y минус 1 болады. Мына жерге плюс y кубты ұмытып кетіптім. Плюс 1 болады. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Мұнда плюс y куб пен минус y куб қысқарады. 3y пен минус 3y қысқарады. Қалған сандар бізде 3y квадрат қосылған 3y квадрат, мына жерде міне минус болады 6y квадрат қосылған болады. 1 қосылған 1 бізде 2 тен дәл осыны көшірейік. 3y минус 1. Енді 3y квадрат қосылған 3y квадрат тен болады 6y квадрат минус 6y квадрат қосылған 2 тен 3y минус 1. Енді қысқаратын сандар мына жерде дәл солай мынау екеуі. Енді қалған бізде 3y мына жаққа жіберіп аламыз. Сонда минус 1 минус 2 болады. Шығады 3y тен минус 3y тен минус 1-ге. Мына жерде қателес кетті, мына жерде минус 3y болады. Сонда мына жерде плюс 1 болады жауабы. Келесі есеп 33-те 9-шы есеп. Бастама спорымен қолдау ретінде лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бұл жерде теңдеуді шешіңдер деген. Теңдеуді шешу үшін бізге жақшаларды ашу керек. Жақшадан ашу үшін 2 формула қажет. Осы 2 формуланы білесіңдер деп ойлаймын. Бұл 2 өрнектің қосындысының кубы, мынау 2 өрнектің айырымының кубы. Ал енді бастайық. Бізде мына формулаға салу керек бірінші жақшаны. Сонда 2-нің кубы, міне 2-нің кубы қосылған 3 көбейтілген 2 көбейтілген 2-нің квадраты x қосылған 3
2х квадрат қосылған х-тің кубы минус х квадрат 6-ға көбейткен кезде шығады 6х квадрат минус х куб тең 11х қосылған 19. Енді 2-нің кубы бізде 8-ге тең, қосылған 2-нің квадрат 4, 4 3-ке көбейткен кезде 12х қосылған. Мұнда 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6х квадрат қосылған х куб минус 6х квадрат минус х куб тең 11х қосылған 19. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар бізде плюс 6х квадрат минус 6х квадрат және де х куб және де минус х куб. Қалған сандарды қосып азайтайық. 12х минус 11х тең 19 минус 8 болады. Сонда 12-тен 11 азайтқан кезде жағына х қалады тең, мұнда 11 болады. Осылайын жауабы шығады. Түсінбей жатсаңыздар комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Келесі екіншісінде z-тің квадраты минус 3 көбейтілген z-тің квадраты, мұнда кубке кешірім өтінем, көбейтілген 2 плюс 3 көбейтілген z көбейтілген 2-нің квадраты минус 2-нің кубы минус мұнда z квадраты z-ке көбейткен кезде минус z куб болады, минус z квадраты минус 6-ға көбейткен кезде плюс 6z квадрат шығады. Тең 13 z минус 7. Енді z-тің кубы минус мұнда 6z квадрат болады, қосылған 4-ті 3-ке көбейткен кезде 12z минус мұнда 8 минус z-тің кубы плюс 6z квадрат тең 13z минус 7. Енді қысқаратын сандарды қарайық. Қысқаратын сандар бізде z куб минус z куб және де минус 6z квадрат плюс 6z квадрат. Енді 12z минус 13z болады, тең мұнда минус 7 болады, ал мұнда минус 8 емес плюс 8 болып кетеді. Сонда мұна жерде минус z қалады, яғни 1 минус z тең мұнда минус 7-ге плюс 8 қосқан кезде 1 болады. Z тең минус 1-ге. Себебі 1-ді минус 1-ге бөлген кезде минус 1 шығады. Келесі үшіншісінде бізге бұл жерде дәл солайынан ашуымыз керек жақшаны. Y куб қосылған 3 көбейтілген y-тің квадраты көбейтілген 3 қосылған 3 көбейтілген y көбейтілген 3-тің квадраты болады, плюс 3-тің кубы минус 2y минус 30 тең y квадрат 9-ға көбейткен кезде 9y квадрат плюс y-тің кубы. Енді y куб плюс мұнда 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9y квадрат плюс болады. Мұнда 9-ды 3-ке көбейткен кезде 27y плюс мұнда 27 болады. Минус 2y минус 30 тең 9y квадрат қосылған y куб. Енді қысқаратын сандарды қарап жіберейік. Бізде y куб пен y куб қысқарады, 9y квадрат пен 9y квадрат қысқарылады. Енді қалған сандарды қарайық. 27y минус 2y болады. Тең жазамыз. Минус 27 минус 30 болады. Плюс 30 болады, себебі 30 келесі бөлікке өткен кезде плюс 30 болып барады. Енді мұнда бізде 25y тең мына жерде шығады 3 саны. Y тең 3-ті бөлеміз 25-ке тең болады 0,12 санына. Келесі төртіншісінде мұнда 3-тің кубы минус 3 көбейтілген
3-тің квадраты көбейтілген т қосылған 3 көбейтілген 3 көбейтілген т-ның квадраты минус т-ның кубы. Мына формулаға салып жатырмын. Плюс 3-ті плюс 21 тең минус т-ны т-ға көбейткен. Минусты квадраты т-ға көбейткен кезде шығады минусты куб саны. Плюс болады, себебі минус пен минус плюс қайнап кетеді. 9т квадрат. Енді 3-тің кубы бізде 27-ге тең. Минус мұнда 9-ды 3-ке өткенге 27 т болады. Мұнда плюс болады, себебі 9 болады т квадрат минус т куб. Қосылған 3-ті қосылған 21 тең минус т куб қосылған т 9-ті квадрат. Енді қысқаратын сандарға қарайық. Қысқаратын сандар бұл жерде 9-ті квадрат пен 9-ті квадрат минус т куб болады. Қалған сандар бізде минус 27 т плюс 3-ті жазып қойын тең. Осылайынан болады жауабы. Түсірілмей қалыпты камераға. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мына формулаға саламыз. А бізде бір кез келген сан, Б бізде бір кез келген сан, 3 ол ережеге сай. Мына жерде дәл солай 3 ережеге сай.